Қайырлы күн достар, бүгін біз 10 минутта дайын болатын, өте дәмді, керемет шығатын, балаларға ұнайтын, осындай бауырсақ жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарауларыңызды өтінемін. Бізге керекті заттар: 300 мг айранымызға жарты кішкентай қасық ас содасын саламыз. Және де осылай араластырамыз. Массамыз көпіршіктеніп көтерілетін болады. Массамыз көбейеді осылай. Одан кейін жарты қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін 2 ас қасық қантымызды саламыз. Онда қантымыз ерігенше араластырып, одан кейін 1 дана жұмыртқамызды салып араластырамыз. Және де 20 мг күнбағыс майын құямыз. Бұны да жақсылап араластырып, електен өткізіліп қойылған ұнымызды салып, араластырып, қамыр илейтін боламыз. Жарты ұнды салып өстіп араластырып аламыз. Одан кейін қолымызбен илейтін боламыз. Қолға жабыспайтын жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Одан кейін осылай 5 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз одан кейін осылай алып, ұнымызды сеуіп, қатты жіңішке емес, қатты жуан емес, қамырымызды осылай жайып аламыз оқтауымызбен. Жайып, өзіңіз қалағаныңыздай кез келген пішінде жасауыңызға болады. Мен осылай кесіп, осылай майымызға, күнбағыс майымызға қуырып аламыз. Екі жағын қызартып, өте керемет дәмді болып шығады. Бесін шайына жасап берулеріңізге болады отбасыларыңызға. Кез келген пішінде жасасаңыздар болады. Осылай қуырып аламыз. Барлығын қуырып, осылай салфеткаңызге сорықтырып алсаңыздар болады. Өте дәмді, керемет болып шығады. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер.